миллиардтар Европа мен Америкада тұр, миллиардтар тұр. Ұрдаған, жырдаған ақшасын битіп тықты. Америка Европаның қолында тұр оны. Ұлттық қауіпсіздік комитеті менің екінші қылмыстық ісімді іліп қойды, бүйтіп тұр. Шекарадан келгізбеу үшін, Серікжанды шекарадан аттатқызбау үшін іліп қойып тұр. Міне көрдің бе? Ол тұр әлі. Екінші қылмыстық іс маған қозғалған қылмыстық іс мойнында тұр. Ал, енді қара. Мен қазақпын. Мен Америкада аяғымды тіреп, Еуропада тіреп, аяғыммен жерді, қолыммен көкті тіреп, адамды құқық саласында өзімнің орнымды алып, ұйымымды тіркеп, мен бүкіл Еуропа мен Американың саясаткерлерімен араласқаннан кейін, мен аламда бір бет қағазды әлемдік халықаралық құқық қорғаушыға мен сенім хат беремін де, ал мына депутат Қазыбек Исадан тартып, анау интеллигент жазушы, мынау Қытай диаспорасын бастығы, мынау профессор, анау әулие, мынау бақсы, мынау 10 келе кітап жазған, мынау 50 километр дастан жазған, мынау аңырақ, мынау жаңағы қаңғырлақ деп бәрін тізіп сотқа берем. Сосын отырасың. Қазақстан билігі ол кезде қол аяқтарыңды байлап, себебі олардың миллиардтар Еуропа мен Америкада тұр, миллиардтар тұр. Ұрдаған, жырдаған ақшасын битіп тықты. Америка Еуропаның қолында тұр оны. Өткенде ана бір америкалық фирмаға тиісіп қойып еді, қазақтарды тура жетекесін көзіне көрсетіп тұрып, ақшадары мұздатып, ең соңында америкалық компанияның талабын орындатқан кезде біздің ұлы тұлғалар жерге тізелеп тұр, аңырап тұрып, америкалықтардың табанын бірдеңкесін жалап жүріп, мәселені шешті ғой. Америка жетекесін танытады. Сол кезде Қазақстан өкіметіне талап қойылады. Осындай құймен ұрайды, адамдық құқық активистін, Қытайға қарсы шапқан, Қытайда қорлық көрген адам тақырып көтеруші, бірінші көтеруші, бүкіл әлемге лагер туралы бірінші ақпарат беруші, бірінші адамдарды ұйымдастырушы, бірінші лагердің тірі куәгерлерін құтқарушы, осы азаматқа жала жапқан Қазақстан Республикасының азаматтары. Ол кезде оның тұлғалығы бір тиын. Маған десе деп министр болды. Сіз осы азаматтарды халықаралық сотқа жіберіңіздер дейді. Бітті. Қазақстан үкіметі халықаралық Интерполдың алдында алған міндеттемесі бойынша алады да сол кісілердің қолына кісенің темірін салып тұрып, қол аяғын кісендеп, кешіріңіздер енді дейді. Ал сосын барып, анау халықаралық сотта мені КМБ бүйтіп еді, КГБ бүйтіп еді, НКВД бүйтіп еді деп маңқадарыңа ағып жылайсыңдар. Ал мен сөйтіп халықаралық сотта қазақтарды шетінен қойша айдап, маңыратып, жылатып, ойбай, ана жақта бүкіл қазақ жерлесі бар, руласы бар, тайпаласы бар, құдасы бар, жегжаты бар, сабақтасы бар, ана депутат болып, ана консул болып, елші болып тұрған кездегі НКВД, КГБ-ның жаңағы ромкелесі бар, жаңағы бажалары бар, дамбал бажалары бар, жаңағы қалың туыс туғаны бар ғой жаңағы. Енді солардың барлығы аңырайды ғой, бай тұлғамызды соттатып мына қазақ дейді ғой. Мынау Қытайдан келген қазақ біздің ұлы тұлғамызды мына ап деп күнді шығарып, хап деп жатқызып отырған мынандай тұлғаны, ойпыр-ай, енді өстіп соттатқалы жатыр дейді ғой. Соттатам. Ендеше жаңағы мен ертең сотқа тартқанда қалың араша түсіп аңырайтындар. Анау ашық хатқа қол қойғандар, арыз жазғандар, былтыр туп-тура осы ай, осы күнде міне 365 күн бұрын мені тағы сотқа бергендер, анау интеллигент зиялы, анау көшедегі далбақбайыңа дейін. Ойланыңдар, мен сендерге бір жарты жыл ма, бір жыл уақыт берем. Мен Америка мен Еуропада аяғымды тіреп алайын, тамырымды тартып алайын, шаруамды ыңғайлап алайын, оғанға дейін азаттыққа бересің ба, жасалашқа бересің ба, жоқ шетелдің медиасына аудармашы етіп барып, шетелдің медиаларының агенттер, журналистер тұр ғой, беріп Серікжаннан кешірім сұрайым дейсің ба, тұтас Қытайда қорлық көрген 3 миллион қазақтан кешірім сұрайым дейсің ба, ашық кешірімдеріңді сұрап жарияласаңдар, Алланың атымен айтам, кешірем. Алланың атымен айтам, кешірем. Шексіз құдірет иесі, күллі әлемді жаратқан жалғыз ғана жаратушының атымен уәде қылам, кешірем. Ол мүмкін жарым жыл, мүмкін 1 жыл, білмеймін. Бірақ оғанға дейін өстіп өтірік жынды болып, өтірік алжып,
арыз жаздым деп тақтала алмай, жазбадым деп тақтала алмай отырсың ба, болды. Халықаралық сотта айтарсың. Мыңқылдайсың ба, міңгірлейсің ба, мылқау болып тіліңді шайнап алсаң, қолыңмен жазғызтамыз. Сөйтіп дәлелдетеміз. Сонда көресің. Ақыры мен 7 жылға сотталдым. Нақақ сотталдым. Ендеше халықаралық сотта кездесейік. Қабанбай атам құсап, қанды найзамды қолыма алып құлгермелеме саған айтпашы. Қабанбай бабаңның қанды найзасын алып жауға шабады екенсің, бір уақыт сабыр қыл деп, ол кісі мені сабырға шақыратын. Сіздер менің сабырлы кезімді көріп тұрсыздар. Ай, қылышы жеткен жерлерін қырып кетіп барады, найзасы жеткен жерлерін түріп кетіп барады, жау қалмақты бес-бестерін үйіп кетіп барады деп тұрып, аталарымыз жырлайтын осы. Бала күнімізде Қабанбай бабамыз жүр. Сол құсап мына ұлттың сатқындарын, қазақты сатқандарды, алдағандарды, ұйықтатқандарды, қазаққа жау болғандарды, мейлі оның ұлты Қытай болсын, қазақ болсын, тура найзаға түйрейтін кез алдыда. Найзаға түйрейтін кез алдыда. Мен аямаймын. 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 Көз қолымен сол ұлт мүддесін сатқандарды нетсем де, кірпігімді қақпаймын. Менің жүрегім мақтадан жұмсақ еді, ұлпадан жұмсақ еді. Қазір тастан қатты болды. Бірақ ұлтымды ойласам, әлі де елжірейін, әлі де көзіме жас келеді. Алтын таудың үстінде отырып, аш-жалаңаш отырған, қызы жезөкше болып тентіреп кеткен, ұлы құл болып, қаңғып қара жұмыс істеп кеткен, үрерге иті сығарға биті жоқ, мынау қымбатшылықта қысылып, не дәрі алатын ақшасы жоқ, ауру, сырқау, жан-жағынан қысып, үй жоқ, күй жоқ, кредитке байланып, қылмысты болып, сотталып, істі болып, мына ел тозып, 30 жылда 1 миллионға жан саны өспей, 30 жылда өспей, міне неге өспейді, жоқшылықтан өспейді, тентіреп кеткен халқымды көріп, менің жүрегім тас болады. Қазақ, азат бол, орныңнан тұр. Қазақ халқын шын мәніндегі азаттыққа жеткізу үшін күресеміз. Бұл майдан жан алып жан беретін майдан. Аман болайық. Кешегі Баһадүр батыр бабаларымыздың ізін жалғау керекпіз. Олар да біз сияқты 2 қол 2 аяғы бар, 1 басы бар адам. Біз олар істегенде біз де істей аламыз. Хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқырсың деп айтқан Махамбетті біз қайталай аламыз. Аман бол.